Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін мен осындай ашып тұрған дайын қамырдан самса дайындайтын боламын. Бұл қамырдың ашығанын менің бұрынғы видеоларымнан көре аласыздар. Жоғары жақта көрсетіп қойдым. Анамның пиццасы деген видеодан қарай аласыздар қамыр қалай ашылатынын. Енді осы қамырдан кішкене ғанасын бір зуаласын алдым мен. Әдемілеп зуалап, қамырымызды жақсылап жаямыз. Жұқа етпей, жұқалап тастамай, орташа неде жаямыз. Қалыңдықта жаямыз. Жайып қойған қамырымызды кішкене уақытқа қойып қоямыз. Бұл аралықта мен газыма, пешіме осындай картошка қойып қойған болатымын. Бір 800 граммдай картопты қайнатып қойған болатымын. Үстіне май салып, осылайша еземіз. Барлық суын ағызып тастап, осындай құрғақ қылып еземіз. Маймен қоса, қалаған бұрыштарыңызды, тұздарыңызды саласыздар, өз қалауларыңызша. Сырымызды алып, 100 граммдай сырды алып, осылай 4 бұрыштап кестім. Дайын болғаннан кейін енді қамырымызды кесеміз. Тоқаштың сияқты 4 бұрыштаймыз, үлкен қылып бөлеміз. 4 бұрыштарға бөлеміз. Құрметті көрермендер, өз қалауларыңызша, өздеріңіз қалауларыңызша бөлсеңіздер болады. Енді алдымен осылай фаршымызды саламыз. Фаршты дайындауды бәріміз білеміз. Пиязымызды салып, бұрышымызды салып, тұзымызды салып, қалауымызша дайындап аламыз. Барлық фаршымды салып болғаннан кейін фаршты қалауларыңызша салыңыздар. Көбірек салам десеңіздер, көбірек салсаңыздар болады. Енді картопымызды дайындап, осындай бір қасық картопты алып, ішіне сырды салып, домалақтап, фарштың бетіне қойдым. Барлығын осылайша жасап шығамыз. Сырларыңызды көбірек салсаңыздар өте тамаша болады. Мен үйде қалған сырды пайдаландым. Осылай бәріне қойып шығамыз. Енді самсамызды түйуге кірісеміз. Әрине, бұрыштарын қалдырып, самсаның ортасынан осылай жабыстырамыз қамырды. Төрт бұрышын жабыстырмаймыз, осылай қалдырамыз. Енді соның орталарынан алып, үстіп, ақырындап әкеліп жабыстырамыз. Бұрыштарын қалдырып қоямыз. Бұл бір өзгеше, бір түйілген түйнешік сияқты. Баяғы апаларымыз түйнешіктерді, орамалдарды осылай түйіп, заттарын салып, сақтаған. Сондай бір түйнешік сияқты, осындай самсамызды дайындаймыз. Өте жеңіл, тез дайын болады. Сіздерге осылайша бір ғана зуаланы көрсетейін деп шештім. Өздеріңіздің қалағандарыңызша әрлеп, қалай түйгілеріңіз келеді, ыңғайлап өздеріңіз түйе берсеңіздер болады. Бұл өзі көзге көргенге де ерекше болады. Дайын болған кезде пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз 200 градуста. Ыдысымызға саламыз. Табан астына пергамент қағазын төсесеңіздер де, төсемесеңіздер де болады. Бір қатып қалған қағида жоқ ешқандай. Осылайша сыйғызып, барлығын саламыз. Осы ыдысыма менің бір зуала қамырым сиып кетті. Осылайша бір жұмыртқаны жарып, ішіне кішкентай ғана сүт құйып, бетіне жағып шығамыз. Жұмыртқамызды әдемелеп бетіне жағамыз. Сіздермен бірге дәмді ас каналы. Менімен бірге болыңыздар. Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Жұмыртқаны жағып болғаннан кейін бұның бетіне енді күнжіт сепсеңіздер болады. Қалауларыңызша кім күнжітті ұнатады, кім макты ұнатады, өз қалауларыңызша себе берсеңіздер болады.
Енді қызып тұрған пешімізге 200 градуста жарты сағатқа қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналымды, менің рецепттерімді жіберіп алмаңыз. Бұдан да қызықты рецепттер салатын боламын болашақта. Астарыңыз дәмді болсын. Сау саламатта болыңыздар.